керісінше сіз оған қаша берген сайын проблема көбейе береді аға. Банкте жоқ, только займдар да бар. Микрозайм бар. Иә. 90 күннен асқан просрочка бар ма, жоқ па? Бар. Міне нағыз сізге арналған. Егер 90 күннен асқан болса, мына номерге хабарласып, заңгерлерден тегін қызметін, консультациясын ала аласыз. Микрозайм не үшін алдыңыз? Керек болып алдым да, соны төлей алмай қалдым. Айына қанша төлейтін едіңіз? Көп емес менікі. Сіздің шотыңыз қазір блокталып қалған ба сонда аресте? Міне, егер де сіздің шотыңыз аресте болса, осы номерге кәдімгідей хабарласып, толығымен шотты шешіп, сізге жаңадан график қойып беруге мүмкіндігіңіз бар. Немесе егер де жағдай одан да қиын болатын болса, банкротство заң бар ғой, сол арқылы толығымен сіздің несиеңізді өтеп бере алады. Сондықтан хабарласыңыз міндетті түрде, иә. Қашпаңыз бастысы. Керісінше сіз оған қаша берген сайын проблема көбейе береді аға. Солай. Сәттілік.